Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сірненің жасалу жолын көрсететін боламын. Өте дәмді, керемет болып шығады. Сіздер де менің рецептіме жасап көріңіздер. Қонақтарыңыз келген кезде осылай ұялмай осы сірнені жасап берсеңіздер болады. Ал кеттік, бірге бастаймыз. Біздің сірнеге ең бастысы етіміз керек болады. Менде жаңа сойылған қойдың еті. Видеодағы барлық затты дайындап аламыз. Енді етімізді үлкен еті осылай видеодағыдай турап аламыз. Мен бұл сірнені ешқандай сұйық май қолданбай іш майына пісіретін боламыз. Ең бірінші осында қазанымызға іш майымызды салып, үстіне етімізді саламыз. Сосын кішкене тұзымызды көп салмаңыздар. Пиязымызды кезек-кезегіне саламыз. Тағы ет, үстіне пияз. Тұзымызды сеу, қақпағын жауып қоямыз. Қақпағын мүлдем ашпаңыздар. Жай отта пісіретін боламыз. Енді осында картошканы мен осында сұйық майда пісіріп аламын. Әдемі езілмей пісіп шығады, қып-қызыл болып. Ендігі кезекте қамырын дайындаймыз. Ұнға жұмыртқа, тұзды суды құйып, мантыға илеген сияқты қамыр илейміз. Ортасына салмасына бізге сәбізді теркадан укропты, пиязды майдалап тураймыз. Үстіне тұз, бұрыш қосып араластырамыз. Видеодағыдай қамырымызды жайып, қамырымызды кезіп, ішіне салмасын салып, мантоваркада пісіреміз. Ет пісуге жақын қалған кезде картошкамызды салып пісіреміз. Дайын болған сірнеміздің үстіне гүл мантымызды қойып, дастарханымызға ұсынамыз. Қонақ күткен кезде ұялмай осы сірнені жасап берсеңіздер болады. Өте дәмді, керемет әрі дастарханның көркін ашатын сірне.